Ол үнемі ішетін, үйіне де, туған туыстарына да опасыз еді. Күнә жасамаса, көңілі көншімейтін. Алайда оның әйелі Алладан ғана қорқатын салиқалы жан еді. Балаларын да ислам нәрімен сусындатып, оларға дұрыс тәрбие беретін. Бір күні әлгі адам кезекті күнәларын жасамаққа бекініп, тысқа шығуға ыңғайланып жатқанда, мүгедек баласы қолынан тартып, әлденені ишарат еткендей болады. Баласының қарны ашып, жейтін бірдеңе сұрап тұрған болар деп ойлаған жігіт оның артынан ереді. Мылқау бала әкесіне суды көрсетіп, оған дәрет ал дегендей көрсетеді. Кейін қол-аяғы икемге келмесе де, қисалаңдап жүрген қалпы оған намаз оқудың үлгісін көрсетіп, қайтала дегендей қолынан тартады. Баласының мұндай әрекетіне күле қараған әкесі іштей, қайтсын енді, ақыл есі кем мүгедек қой дейді де, балам намазды тек таза адамдар оқуы керек, ал мен көп күнә жасаймын, сен өзің оқи бер деп, алдап-сулап үйден сытылып шығып кетуге ыңғайланады. Кенет бала сөредегі Құранда келіп, бір бетін ашады да, саусағымен әкесіне оқы деп ишарат жасайды. Мына кереметті қараңыз. Бұл Ибрахим пайғамбардың алейхиссалам, әй, әкешім, әкетайым менің деп, өз әкесіне қатты жаны ашығандықтан, оны тура жолға, Аллаға сенуге шақыратын Мәриям сүресінің 43, 44, 45 аяттар еді. Көзі дәл сол аяттарға түскен әке буын-буыны дірілдеп, егіліп жылап жіберді. Бұл қалай? Мүгедек баламның қолдары неге дәл осы аяттарға түсті? Сөзсіз, бұл тәубе келген құлдарын кешіруден жалықпайтын мейірімді Аллаһ тағаланың балам арқылы жасаған ескертуі ғой. Осыны түсінген әке мен бала қол ұстасып мешітке барады.